Қазір бізге көжеге ет, сәбіз, пияз және картоп керек болды. Ең алдымен етімізді осылай көбік етіп турап аламыз. Етімізді турап болғаннан соң, және пиязымызды да дәл солай 4 бұрышты етіп турап аламыз. Сәбізді де дәл солай 4 бұрышты етіп, видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай 4 бұрышты етіп турап аламыз. Көкөністің барлығын осылай 4 бұрышты етіп турап алып, дайындап қоямыз. Қызып тұрған қазанымызға май құйып, етімізді жақсылап жуып аламыз. Қызып тұрған майды құйғаннан соң бірден ысып кетеді, сондықтан етімізді ары қарай салып қуырамыз. Етіміз қып-қызыл болып қуырылуы қажет. Етіміз қуырылғанша осындай маш, яғни қазір осы машты, бір кесе машты жуып, бөлек ыдысқа қайнатып аламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай суын 2 есе құямыз маштан. Бір қайнатып, ары қарай қазанға салатын боламыз. Егер де қазанға бірден салып жіберетін болсаңыздар, маштарыңыз, яғни тамақтың түсі өзгеріп кетеді, жасыл түскеді. Мен өзім тазалықты нету үшін бір қайнатып, сосын саламын. Өйткені сыртындағы кірлері қанша жуғанмен бәрібірде сыртында қалып қояды. Сондықтан бір жуып салғандарыңыз дұрыс. Ары қарай біраз қасық томат саламын. Менде осындай жазда дайындап қойған томат бар. Осы томатымды саламын. Жаңағы дүкендегі томаттарда жарай береді. Ары қарай жақсылап қуырып алғаннан соң көкөністерімізді саламыз, яғни пияз бен сәбізді саламыз, картопты сосын салатын боламыз. Егер де картопты салатын болсақ, тез пісіп қалады картопымыз, сондықтан картопымызды салмаймыз. Ары қарай жақсылап қуырып, араластырып аламыз. Пиязымыз бен сәбізіміз жақсылап қуырылуы қажет, қызаруы қажет. Жақсылап қуырылғаннан соң картопымызды салып, ары қарай тағы да қуырамыз. Енді кезекте дәмдеуіштерге бір лавлор лист, және паприка, кориандр және тұз салатын боламыз. Дәміне қарай жақсылап араластырып, қуырылу кезде салсаңыздар, дәмі өзгеше болады. Жақсылап араластырып, суын құямыз. Екі литр судай құямыз. Өзіңіздің жаңағы істеу мөлшеріне қарай, қайнау уақытында тағы да су азайып кетуі мүмкін, сондықтан көбірек құя бердім. Менің машым қайнады. Осы қайнаған сәтте сүзіп алып, суынан қазанымыздың қайнағанын күтеміз. Қазанымыз қайнап жатыр. Осы қайнаған уақытында машымызды қазанға саламыз. Жақсылап таза болып шықты. Енді қорықпай сала берсеңіздер болады. Қайнап жатқан уақытта салдық. Енді бетін жауып
ары қарай тағы қайнатамыз. Жай баяу отта. Қатты қайнап кетпеу қажет. Мына жарты сағаттай қайнады сорпамыз. Енді осы күрішімізді жуып қазанға саламыз. Жақсылап жуып алдым. Қазанға салып, тағы да ары қарай орта баяу отта пісіреміз. 1 сағаттай көлемінде қайнағаннан соң өзінің машымыз жаңағы жарып өте жұмсақ болып піседі. Бетіндегі көбігін осылай алып тастаймыз. Көбігі міндетті түрде шығады, өйткені күріштің көбіктері шығуы мүмкін. Осылай көбігі шыққан кезде міндетті түрде алып тастаймыз. Міне біздің көжеміз дайын болды. Сіздерге ұнап жатса лайк басып, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.